Уәзірдің екі баласы. Мысырда бір патшаның ақылды уәзірі болыпты, деді Жақпар. Оның екі баласы болушы еді. Үлкенінің аты Шәмшиддин, кішісінің аты Нұриддин деуші еді. Күндердің күнінде уәзір өліп, патша оның екі баласын да шақыртып алып, уәзір етті. Бұларды патша өте тәуір көретін. Егер аң аулап саятқа шықса, бірін қасынан тастамаушы еді. Бір күні патша саятқа шықпақшы болып, Шәмшиддинді ертіп кетпек болды. Інісі мен ағасы кешке үйінде отырып, сапар шығатынын, үйдегі жұмысты әңгіме қылысты. Шарап ішіп қызулы әңгімелер айтылды. Әңгіменің аяғы әзілге айналып, ағасы інісіне: осыдан келгесін екеуміз бір күнде үйленейік. Егер сол әйелдеріміз бір күнде жүкті болып, бір күнде туса, сенің әйелің қыз, менің әйелім ұл туса, сенің қызыңа мен құда түсемін. Ал сонда сен қызыңа қанша қалың мал сұрар едің, деді. Әрине, ол сұлу қыз, сондықтан 3000 алтын, 3 жемісті гүлді бақша, 3 әдемі сырлы сарай бер дер едім. Екеуміздің әкеміз бар, уәзірлік дәрежеміз де бірдей. Менің қатыным ұл тапса, оның дәрежесі қыздан ұлы. Әке өлсе, мирас ұлына қалады, сондықтан сен тегін бересің, деді ағасы. Қыздан ұлдың несі артық? Сен үйтіп ұлыңды артық бағалайтын болсаң, 7 бақша сұраймын, деді Нұриддин. Онда қызыңды бергін келмейтін шығар. Оның да ашып айт, болмаса дұрыстап қалың малыңды сұра. Сұрағаным сол, айтқанымды алам. Сен әліңді білмей әлекке түскелі жүр екенсің. Тіпті сені уәзір қылып қатарға қосып отырған мен емес пе? Егер бүйтіп көкей берсең, қызыңды баламның есігін сыпыратын қызметшісі еткізем. Мына сапарға шығам деп қолым тимей қалып отыр. Болмаса сені уәзірліктен түсіріп, атқосшы қылып алар едім, деді ағасы. Екеуі сөздің аяғын ұрыспен тарқатты. Ертеңіне ағасы сапарға кетіп, інісі үйінде қалды. Ол ойланды. Мынаның сөзі қалай? Қатынсыз қарадай жүріп мұншалық ірілік етеді. Мен соның аясында жүріп адам болған сияқтымын. Менің қызымды соншалық төмен санап, ұлына қызметші қылам деп отыр. Түбі мені кемсінетін шығар бұл. Олай болса, мен Шәмшиддинсіз ақ күн көрейін, деді. Атын ерттеп, қоржынға алтын күмісін салып, кең даланы бет алып тартып отырды. Жолай Бидас қаласына келіп, атын тынықтырып, өзіне тамақ алып, Құддыс қаласына барды. Онда біраз жүріп, ағасының айтқаны ойына тағы түсті. Бұл жерде оған жақындық қылатындай көрінді. Онан шығып, Халап қаласында бірнеше күн болып, Басыраға барып, керуен сарайына түсіп, атын байлады. Өзі қоржынын алып ішке кірді. Басыраның уәзірі керуен сарайдың шайханасында отыр еді. Атқа көзі түсіп, сарайшыдан кімнің аты екенін сұрады. Сарайшы: 14 жасар бір бала жаңа келіп түсті. Түрі жай кісі емес сияқты. Тегі патша, уәзірдің біреуінің баласы болар. Бірақ кім екенін сұрағаным жоқ, деді. Уәзір баланың жанына келді. Екеуі амандасып, ау-жайын сұрасты. Бала Мысырдан келе жатқанын, ағасына өкпелегенін, енді қайтып онда бармайтынын айтты. Уәзір: балам, жас екенсің, бұлай қаңғырып жүре берсең, кездейсоқ жаман оқиғаға тап болуың мүмкін. Сен қаңғырма, мен осы қаланың патшасының уәзірі болам. Жасым біразға келді, ұл балам жоқ. Өзіңдей жас бір қызым бар. Жақсы кісінің бәрі де сұрап жүр, бірақ лайық адам таппадым. Мен сол қызымды саған берейін, сен маған бала бол, деді. Бала мұны қабыл көрді. Уәзір оны үйіне ертіп, сарайдан алып кетті. Уәзір ордадағы мемлекет қызметіне араласқан барлық кісілерді шақырып: мына өзімнің бір туысқанымның баласы еді. Әкесі Мысырда уәзір болатын. Ер жетіп, үйіме келіп отыр. Енді мына қызымды соған қосып, балам деп атақ берем. Өзім қартайдым. Орныма да осы ие болады, деді. Отырған ұлықтар басы патша болып қабыл алды. Ішіп, жеп, тойға келгендер тарқады. Жастар өлең айтып, күй тартты. Балаға күйеу киімі кигізіліп, отауға кіргізілді. Уәзір баланың маңдайынан сүйді. Бала атасының қолын сүйді. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада төсегіне жатты. 21 түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Уәзір балаға: төсегіне жат балам, ертең патшаға алып барам, деп өз бөлмесіне кетті. Ағасы Шәмшиддин сапардан қайтты. Үйіне келсе, інісі ұшты күйлі жоғалып кеткен. Қайда кеткенін ешкім білмейді. Ойлап келіп, кететін күнгі ойын сөздің аяғы ұрыспен тарқағаны, өте ауыр-ауыр сөз айтқаны есіне түсті. Өкінді, қайғырды. Амалы қанша, өкпелеген інісі кетіп қалды. Келіп патшаға баяндады.
Патша жан-жаққа шапқыншы жіберіп, жар шақыртып, дерек таба алмады. Ағасы қатты қайғырды. Шәмшиддин бірнеше күндер өткен соң бір сәудегердің қызына үйленді. Бұл күн Нұриддиннің уәзір қызына қосылған күн еді. Бір күнде үйленген жігіттің әйелдері бір күнде жүкті де болды, бір күнде туды. Бірақ айтқандары түгел дәл келмей, Шәмшиддиннің қатыны қыз тапты, Нұриддиннің қатыны ұл тапты. Оның атын Хасан Бәдіриддин деп қойды. Нұриддиннің атасы қартайды. Ол патшаға Нұриддинді ертіп барып, «Тақсыр, мен қартайдым». Бел бүгіліп, көзді кіреуге басты. «Енді мына баламды орныма алып, мені істен босат» деді. Патша қабыл көрді. Нұриддин уәзір болды. Оның қызметі патшаға өте ұнады. Күні түні патшаның жанында отырды. Мал деген ұшы құйыры жоқ жиылды. Кеме болып сауда малы шетке шықты. Моншақтай тізіліп, керуен түйемен шөлде жүрді. Жер, су, бау-бақшаның есебіне кісі жетпестей болып көбейді. Жиені Хасан Бәдіриддин 4-ке келгенде шал дүниеден қайтты. Нұриддин елді жиып ас берді. Молда жиып Құран оқытты. Көрген кісі таңырқағандай басына күмбез салдырды. Хасан Бәдіриддинді 7 жаста оқуға берді. Ол зерек бала болды. Аз жылда сол қаладағы оқылып жүрген ғылымды тауысты. Күннен күнге жақсы қылығы, тәрбиелі мінезі, бой түзеуі жұртқа ұнай түсті. Ол айта қалғандай сұлу еді. Бір күні Нұриддин ертіп патшаға келді. Патша баланың сымбатына риза болып, күнде ордаға келіп жүруін тілек етті. Хасан Бәдіриддин 14 жасқа келгенде Нұриддин ауру болды. Күннен күнге нашарлап, бір күні баласын алдына шақырып өсиет айтты. «Балам, мен бұл қалаға басқа бір елден келген кісі едім. Мен олай бола қалсам, кейінгі күннің не боларына көзім жетпейді. Көздің құрты дүние, қыруал мал жидым. Мен өлген соң жәрдем ететін жақының жоқ. Жас бала деп сені күндеуі де мүмкін. Ондай күн бола қалса, баратын жерің Мысырда қалған менің ағам, сенің әкең Шәмшиддин болмақ». Бала күнімізде жоқ сөзге ерегісіп, өкпелеп шығып кетіп едім. Мен сөйлейін, сен түгел жазып ал деп бастан өткенді сөйледі. Баласы жазды. Әкесі оқып шығып, баласының қолына берді. «Осы хатты сақтап қой. Күндердің күнінде керек болар. Үйге қоймай, өз бойыңа сақта. Бара қалсаң, Шәмшиддин деген әкең Мысырдың уәзірі болады» деді. Біраз күннен кейін әкесі өлді. Әкесін көміп, ас беріп, Құран шақыртам деп жүріп, көп күн патшаның алдына бармады. Оған уәзірлер қызғаныштықпен патшаға шағым түсірді. «Сіз Нұриддинді артық бағалап келіп едіңіз. Ол соны пайдаланып, қазынаны шашып, өзіне қанша мал жиды. Енді баласы сізді кісі дегісі келмей, әкесі өлгелі алдыңызға бірде келген жоқ» деді. Оған патшаның қаһары келіп, өзін ұстап қамап, мал мүлкін қазынаға салуға үкім етті. Ордадағы есткен бір жақын адамы Хасан Бәдіриддинге жеткізді. Оны есткен соң көк түйін қаржа ала алмай, бала қашып қаланың сыртына шықты. Онда әкесінің қабірі бар еді. Сонда кіріп, Құран оқып отырғанда бір сәудегер еврей келді де: «Әкеңнің кемемен жіберген сәудегері қайтып келіп еді. Әкелген малын мен алайын деп едім. Егер мақұл көрсең, 1000 алтын берейін, қазір қағазға жазып жібер» деді. Қысылшаң уақытын пайдаланғысы келген сәудегер мен өзі қашып жүрген балаға саудаласып жатудың қажеті болмады. Берген алтынын алып, кемені сатты. Өзі сол молада отырып ұйықтап кетті. Ол мола біраз жынның түнеп жататын ойнақ еді. Сол жерге өткен кеткен жын түспей кетпейтін. Бір мұсылман жын келіп, ұйықтап жатқан баланы көрді. Оның сұлулығына таңырқап жүріп кетті. Келе жатып, Мысырдан қайтқан диюға кездесті. «О, қайдан келесің?» «Мысырдан». «Сен қайдан келесің?» «Басырадан». «Не көрдің?» «Сен не көрдің?» «Мен бір молада ұйықтап жатқан сұлу бала көрдім. Сұлу болғанда оған адам баласы жетпес». «Ей, сен де сандала береді екенсің. Мен Мысырда Шәмшиддин деген уәзірдің қызын көрдім. Сұлулық одан өтпейді». «Одан менің көрген балам сұлу. Сұлу мен көрген қыздан еш уақытта өтпейді. Өтірік айтасың». «Олай болса», деді мұсылман жын, «ұйықтап жатқан баланы көтеріп Мысырға апарайық. Қызға қатар қойып көрсек, қайсысы сұлу екені айқын болады да қалады». «Бірақ», деді дию, «мен көрген қызды сұлу болғандықтан патша қатындыққа сұрапты». Оған әкесі: «Тақсыр болмайды. Өйткені менің Басырада бір інім бар. Оның бір баласы бар деп естем. Басында өкпелетіп жіберген едім. Енді сол балаға атастырып қойдым. Соған берем» деген. Оған патша:
Сен маған бергін келмей сылтауратасың. Олай болса, сенің қызыңды ат бағатын құлыма берем деп қаһар еткен. Басып көктеп той қылдырып, басы таз, көзі соқыр, аяғы ақсақ, қолы шолақ бір құлына берейін деп жатыр. Мына күн батарда соның тойында біраз болдым. Патша бұйырған соң амалы қанша уәзірдің үйі құлды еріксіз құрметтеп, моншаға түсіріп, жан-жағына жеңгетайлар шығып, қыз құлдың кейпін көріп шошып, бұлан-таланы шығып жылап жатқан. Осыған жетіп, Шахаризада бір түнді тағы бітірді. 22-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам, Дию қыздың жайын баяндады. Қыздың еріксіз құлға тигелі жатқанын айтты. Жын мен Дию зырлап ұшып Басрадағы молаға келді. Бала әлі ұйықтап жатыр. Сен мынаны сұлу деп жүрмісің, деді Дию. Қыздың сұлулығы мына жатқан жігіттің ширегіне де келмейді. Оған жында өжеттеніп, адамның шырайлы дегені мұнан аспайды. Көрмеген қызыңды жігіттен сұлу дегенге мен де көне алмайм. Сымбатты дегені осыдан өтіп ешқайда кете алмайды. Егер ерегісе берсең, ұйықтаған бойымен Мысырға апарайық. Қызға қатар қойып көрсек, кімнің сұлу екені ашылады да қалады. Екінші, бұлардың сұлулығы бірінен бірі артпайтыны, бұлар туысқан кісілер. Дұрысы, екеуі қосылуы керек еді. Бірақ бүйірден патшаның қаһарлы парманы тиіп кетіп, ат бағатын бүкір құл алғалы отыр. Кел, екеуін қосайық. Жын мен Дию апаруды дұрыс деп тапты. Баланы көтеріп, желдей есіп, жұлдыздай ағып отырып Мысырға келді. Жерге қойып баланы оятты. Оянған бала жан-жағына қараса, тұрған жері әкесінің моласы емес, қайнап жатқан қала, сыпырылысып жатқан адам екен. Бұл түсім бе деп көп тұрды. Сезді, түсі емес. Шошынып кеткен бала айғайлап жылағысы келді. Оған қасында тұрған Дию: «Үндеме, сені көтеріп мен әкелдім. Саған біз неше түрлі қызық көрсетеміз, тек айтқанымызды істей бер», деді. Баланың қолына бір шам ұстатып: «Осыны ал да моншаға бар. Сонда біраз қатын қыздар шомылып жатыр. Солардың арасында тұрып, бірге қайт. Олар бір той қылып жатқан үйге келеді. Сен күйеудің сол жағында тұр. Өйткені оның сол көзі соқыр, сені байқамайды. Егер қатын қыздың бірі кейін тұр десе, қорықпа. Қалтаңа қолыңды сал да алтынды ұстап бере бер», деп қалтасына толтырып алтын салды. Бала оны естіп, біраз ойланып қалды. Қолына шамды алып моншаға келді. Қыз қатын күйеуді атқа мінгізіп, қастерлеп алып барады екен. Хасан Бәдреддин де соларға қосылып кете берді. Жолай келе жатып, қатындар бөтен жігітті қалдырып кетейік дегендей қылып еді, уыстап алтынды бере берді. Баланың сұлулығына да таңырқасты қатындар. Той қылған үйдің есігіне келгенде, қақпашы кісілер баланы жібермеді. Есік алдында тұрып қалған баланы көріп, алтын ақша алған әйелдер: «Жібер жас баланы, ол кімнің отына ойран салар дейсің? Егер оны жібермесең, біз де кірмейміз», деп шулап қоя берді. Амалсыз қақпашы жіберді. Есіктен кірген күйеуді іштегілер қарсы алды. Ол елдің заңы бойынша күйеуден басқа ергісі онда кірмеуі керек еді. Сарайға кірген екі еркекке әйелдер таңырқасты. Мұның екеуі де күйеу екенін, не біреуі күйеу қыздың жанына жатқанша қасына ерген жолдасы екенін айыра алмады. Әйтеуір басаманға бәрі қызық. Той болып, думан жүріп жатқан сарайдың ішінде жете тексерген кісі жоқ. Еріксіз қасқырға байланған лақтай болған қызына ата-анасы жабырқап, құлға қосылатын қызға не қызғаныш қалды, кімі болса да кіре берсін деп ойлады. Қызға көңілі жақын жеңгелері баланың бетіне қарап: «Құдай-ай, әп-әдемі бала екен, Құдай жарылқап күйеуі осы болғай-ақ та», десті. Қызды әке-шешесінің үйінен шығарып, әлпештеп, әтір сеуіп, күйеуге лайықтаған үйге әкелді. Құл күйеу қожалық қолын қолбыратып, еліктің лағындай сұлу қызға сүліктей сумаңдатқысы келді. Қыз бетін жиырып, жиренгендей балаға жақындады. Қатындар сылқ-сылқ күліп беттерін басты. Бала күліп тұрған қатындарға тағы да бір уыс алтынды шашып жіберді. Теріп алып жатқан қатындар: «Дегеніңе жет қарағым, сүйгенің несіп болсын», десті. Бұйрықпен күйеу атын алған құл байғұс іші жек көрсе де батырып еш нәрсе айта алмады. Алтын шашып жүрген баланың кім екенін ол да түсіне алмады. Ел тарқап, үйді үйіне кетті. Күйеу үйдің алдында екі күйеу мен қыз қалды. Әлі қылқиып қасында тұрған балаға: «Мырза, мені көтеріп шашу шашқаныңа рахмет. Енді ұйқыңда келген шығар, қайтуыңа рұқсат», деді құл күйеу. Үйден шыға берген балаға Дию келіп: «Мына есіктің қалтарысында тұра қал. Құл есіктен шықса, қайта үйге кір де қыздың қасына жата бер. Қыз сұраса, патшаның бұйырған күйеуі мен, құлды күйеу деп сені сынағалы айтқан. Мына құл менің қызметшімде де қой.
Сонан кейін бетін ашып, белінен құшақтап, білгеніңді істей бер. Дию мен бала сөйлесіп тұрғанда құл шығып дәретханаға барды. Дию тышқан болып, дәретхананың бір жарығынан өтіп кіріп барды. Ішке кірді де ит болды. Құл қорқып, дауыс шығарғысы келіп еді, есек болып үстіне асыла кетті. Есек адамша тілге келіп, бұл дүниенің құры сұлу қыз саған тең деп ойладың ба? Ол менің ғашық болып жүрген сұлуым. Саған өзге толып жатқан жесір қатындар жетпей ме деді. Құл жапырақтай қалтырап қорықты. Іш киімі шешілген бойымен аяғының басына түсіп, тілі күрмелді. Дию жанын қоймады. Сөйле, неге келдің бұл сарайға? Айналайын тақсыр-ай, мені зорлап жіберген патша емес пе? Егер сіз сияқты есектің сүйгені болса, маңына жуырмедім деп жылады. Дию басын дәретхананың тесігіне тықты да, күн шыққанша орныңнан қозғалсаң өлтірем деді. Құл құдай аруақты қоймай айтып, ант етіп, қозғалмасқа уәде берді. Дию жоқ болды. Бала шымылдыққа кірген соң, дүние дәметкен бір кемпір есіктен кіріп, құлда болсаң, құдай желіңді оңыңнан тұрғызған жан екенсің. Жатар төсегің жайлы болсын, қосағыңмен қосағар балам деді. Оған да қалтада қалған алтынның бірлі жарымы ұстатылды. Қыз алғашқы тиген қолды жібектей есіліп тұрса да, құлдыкі деген оймен бүркіттің бүргеніндей көріп еді. Сіз, деді бала, сыбызғының даусындай ширатылған дауыспен. Судай тасып, көктің айын құшқандай болған көңілімді су құйған оттай еткелі тұрсыз ба, деді. Қыз бұрылып бетіне қараса, күнімен көңілін құрт болып жеп тұрған жас бала екен. Не дерін білмеді ол. Бәрі де түс сияқты бір жұмыс. Оны патша құлға берді. Батуға айналған күннің көлеңкесіндей серейген құл жаңа ғана жанына кірген. Көз алдында баланы қуып шыққан еді. Енді көзді ашып жұмғандай уақытта сүйген жігіт жанына келді. Не болса да, деді қыз, итке тастаған сүйектей жанмын. Бұл өмірдің ішінде құрттай жаным сүйген жері болса да, пайдалану менің ең бақытты өмірім. Сөйтіп балаға құшағын жайды. Ей, құдайдың мен үшін аспаннан жерге түсірген айы, көңілімнің өшкен отын қайта тұтатқандай болдың. Саған ұлы құдайдың атымен ант берем. Құшақта мені, құшақта жаным. Шабытты қаршығадай лепіріп тұрған баланың қолы қыздың мойнына орала түсті. Қайнаған құманның қақпағын ашқанда бетке соғатын лептей бір ыстық леп бетіне тиді. Рахат дариясынан бір шелек суды үстіне құйғандай болып, денесі балбыраған қыз, жаным, жердің перісі, не көктен түскен періштемісің? Менің бүгін қосылатыным патшаның атын бағатын жарымжан құныс құл емес пе еді? Жоқ, деді бала, сенің күйеуің мен, ол құл менің атқосшым. Оны мазақ қылу үшін патша қызды сен аласың деген. Бұл заманда құл деген мазақ үшін жаратылған пенделер емес пе? Жатайық, жаным. Екі жастың үстіндегі денеге перде болған барлық киім асығыспен шешіліп, төсектің жанына үйілді. Бала өз киімін бөлек шешіп, көптен бойына сақтап келген әкесінен жазып алған хатын, еврейден алған 1000 алтынды орап қойды. Ұлпадай жұмсақ, белден келтіріп төсеген жібек көрпелердің арасына кіріп, жоқ болды. Көрпе ішіне кіргенде көйлектен басқа денеге бөгет болатын киім қалған жоқ еді. Сүйікті жар қойнымда, тасыда көңілім, қайғы жоқ. Ақ білегім мойныңда, жүрек тұтар жансын от. Қосылысқан денені көйлек неге бөледі? Ысыр қалқам жоғары, бар ма осының керегі, деді құмыртқан қыз. Таң бозарып атқанда екі жас ұйқыға кетті. Екі ақ білек екі мойын астында жатты. Ұйықтағаннан арғы жерді ақын, түннің несін айтасың, құшағында қыз жатты. Түсті құрық асауға мойнын баса тулатты. Туласын ол, туласын, зияны жоқ ол бір түн. Жаным, жаным, шықты үн, түгел дүние бүп-бүтін. Толқын туды толқынды, құшты жарды лепілдеп. Ауыз дейді ауызға, шабақ ойнап шөпілдеп деді. Таң атып, ел тұратын уақыт болды, Дию жынға сыбырлады. Жасты жасқа қосып сауабын алдық. Ертең патшаға хабар тиіп, тексере бастаса, барлық істің күлманы да ашылады. Баланы дарға тартып, обалын да біз аламыз. Оған ұрындырмас үшін баланы көтеріп апарып, ұйқысын бұзбай, әкесінің моласына тасталық деді. Жын дұрыс көріп, жалаңаш баланы көтеріп алды да ұшты. Дамшық қаласының үстіне барғанда жайдың оғы ағып келіп, Диюдың мойнын жұлып әкетті. Жалғыз жын баланы көтере алмай, бір есіктің алдына әкеп тастады да
өз бетімен тартып отырды. Ертемен тұрған ел көшеде жалғыз көйлектен басқа киімі жоқ ұйықтап жатқан баланы көрді. Бақытты мырзалардың біреуі түнімен наша беріп сірестірген бала ғой, десті көшенің аузы жеңіл жігіттері. Ішіп қылжиған соң тонап кеткен, десті біреулер. Басына жиылып, жабырлаған дауыспен көзін ашты Хасан Бәдретдин. Қызды іздеп жан-жағына қарады. Үйде жоқ, сарайда жоқ, түнде көрген сан көрініске ешбір ұқсасы жоқ көшеде жатыр. Жиналып тұрған елге қарап, мені неге қамап тұрсыңдар, деді. Тұрмай қайтейік, ұрып кеткен кісідей көшеде жалаңаш жатырсың, кәні жайыңды түсіндір, деді жиналып тұрғандар. Мен де білмей тұрмын, деді Хасан Бәдретдин. Түнде Мысырда бір үйде ұйықтаған едім. Бәсе, осылай бөспесе, босқа осы жерге жатар меді, деп қарқылдап күлісті тұрғандар. Жоқ, шын айтам, бірадарлар, кеше түс кезінде Басрада едім, кешке Мысырда болдым, енді осында қайдан келгенімді білмей тұрғаным, деді. Тағы да қайталап Хасан Бәдретдин. Тұрған кісілер, мынаны мақтап ұрып кеткен біреу екен, қой бейшараны өрелемейік, диуана болған гәріптағы, десіп күлісті біреулер. Кеше Египет уәзірінің қызының қойнына жатып едім, деді жалаңаш жігіт. Түсіңде көрген боларсың, байғұс. Қой, әурелеме, десіп ел тарап жұмыстарына кетті. Хасан Бәдретдин көшені аралап жүре бастап еді, көшенің барлық баласы жиналып, қолдарын шапақтап, қиқу салып, артынан шұбырды. Жүріп отырып, бір асхананың есігіне келді. Оның иесі қаланың кісілері сескенетін белгілі палуан аспазшы дейтін адам еді. Хасан Бәдретдин соған келген соң шұбырып жүргендер тарқап кетті. Аспазшының балаға рақымы түсіп, балам, қайдан келесің, деді. Хасан Бәдретдин басынан өткенін түгел сөйледі. Аспаз, бұған түсіну қиын екен, балам. Менен басқаға айтып әуре болмай-ақ қой. Өзің маған бала бол, мен де баладан кенде болып жүрген кісі едім, деді. Хасан Бәдретдин қабыл алып, аспаз түрлі жаңа киім әкеліп киіндіріп, бала қылды. Оны қазыға хаттатып, заңды баласы етіп алды да, ел аспаздың баласы деп айтатын болды. Уәзірдің қызы Саттал Хусни таң атқан соң оянды. Жанында жатқан жігіт жоқ. Дәретханаға кеткен болар деп ойлады. Қайтып келуін күтіп, төсекте жата берді. Қызын құлға беріп, түн бойы толғанумен шыққан уәзір. Бағына қара тігілген сорлы қызым. Ақырысында дені сау жай жігітке де қосыла алмай, патшаның қаһарлы бұйрығына тап келіп, 12 мүшесінің сау жері жоқ, кәрі құлға тап келді-ау. Оның түн бойы көрмеген азабы нешік, барып хәлін білейін, тіпті көрген хәлі ауыр болса, көзге күйік қылғанша өлтірейін деп қызының отауына келді. Қызының шымылдығын аша алмай, есік алдына тұрып айқайлап шақырды. Қызының беті гүл-гүл жайнап, сыртқа шығып әкесіне амандасты. Көңілінде түкте қаяу жоқ сияқты. Уәзір ойлады. Бұл қызым, деді ызаланып, мен құса болып өліп қалғалы отырған шығар десем, қуанышы қойнына сыймай тұр ғой. Қызын тағы сынағалы, әлгі кәрі сасық күйеуің қайда, балам, деді. Қызы жымиып күліп, мені осы алдағандарыңыз да жетер. Енді көп күле берсеңдер, күйеуіңнің көңіліне келіп қалмасын, әке, деді. Балам, қорғап тұрғаның әлгі сасық кәрі құлма, деді ашу кернеп. Жоқ, әке, кәрі құлыңды қайдам, менің ауызға үріп салғандай жас күйеуім бар. Япыр-ай, балам, деді уәзір ыза кернеп. Бір түн бірге жатқанға құл осынша сұлу көрінсе, енді болмаса еркектен өлген екенсің. Қызы сасқалақтап, әке, күйеуім құл емес, өзіммен түйдей құрдас, атақты кісінің баласы. Егер көргің келсе, дәретханада жүрген болар. Уәзір айран асыр болып, дәретханаға келсе, Бәдірепке басын тығып, ыстана аяғына түсіп, құныз құл тұр. Япыр-ай, осы солма деп, ей, неғып тұрсың, деп еді, ол үнін шығармады. Уәзір, бұл тұрған дию болар деп ойлады. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада тыныс алды. 23-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Құныз құл уәзірдің даусын естіп жауап бермеді. Ол уәзірді дию деп ойлады. Уәзір тағы сұрады. Ол, ей, диюлардың бастығы, мені өзің сөйлетіп, тағы бір бәлеге ұшыратқалы тұрсың ба? Мен өзің қойып кеткенің бойынша қозғалмай тұрмын, деді. Уәзір дию дегеніне ашуланып, оңбаған неме, диюың не? Мен қыздың әкесі уәзірмін, көтер басыңды, деді. Ол, қыздың әкесі болсаң қызың құрсын, маған қыз беремін деп басымды бәлеге шаттың. Ол қызың есек жынның қатын екен. Мені сол келіп осы бәлеге салды. Енді өзің кет осы арадан.
дию келгенше осылай тұрам, болмаса өлтірет деді. Уәзір ашуланып, тесікте тұрған құлды суырып алды. Басы босаған құл алды-артына қарамай патшаның сарайына қарай қаша жөнелді. Барып, диюдан көргенін патшаға сөйлеп берді. Уәзір әбден дал болып бітті. Қызына келіп, балам, маған түсіндірші, бүгін сенің қасыңда жатқан кім деді. Қызы, әке, мені кімге берсең, соның қасында жаттым деді. Уәзір тағы таң болды. Ол кім еді деді уәзір. Ол күйеу, менімен бірге жатты, өзі жас жігіт, мен сонымен қосылдым. Тіпті жүкті болып қалуым да мүмкін деді әкесіне беті ашылған қыз. Бас киімі, басқа киімі анау тұр. Мүмкін арасында бір заты болуы керек. Келіп қараңыз деді. Уәзір киімді ақтарды. Арасынан бір түйіншек шықты. Ол кемедегі малды сатып алған ақша. Еврейдің Нуриддиннің баласынан кемедегі малын сатып алдым деп берген тіл хаты еді. Оны көргенде уәзір жылап қоя берді. Субханалла, алқадыр ғала күлді ашия деді. Тағы қызына қарап, сен қасыңда жатқан кісіні таныдың ба балам деді. Жоқ. Уәзір, танымасаң сені берем деп жүрген інімнің баласы екен. Мына 1000 ділді саған әкелген қалың малы болуы керек. Киімді қарап отырып, тағы бір хат тапты. Ол інісі өлер кезінде баласына жазып берген хат еді. Оны оқып, аңламастан сөйлесең, ауырмай-ақ өлесің. Азар берсең кісіге, өзің азар көресің деді. Көзі бұлау болған уәзір. Ол хатта інісі қайда барғанын, Басрадағы уәзірдің қызын алғанын, қай күні баласы туғанын, ағасының жүзін көре алмай өлгенін жазған еді. Уәзір хатты алып патшаның алдына барды. Патша бұл әңгімеден хабарланып таңырқады. Бұл уақиғаны жаздырып, кітап қылып қазынаға сақтатты. Уәзір баланың қайда кеткенін білмей қайғылы болды. Жан жаққа қанша хабар салса да еш дерек болмады. Ей Құдай, деді ол, бұрынды соңды мұндай іс болып көрмеген шығар. Мұндай жұмбақ сияқты уақиға менің басымда болдау. Осыған кеп, түннің бір әңгімесін аяқтады Шахаризада. 24-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Хасан Бәдретдиннен хабар болмайды. Шамшиддин үйде қалған баланың затын түгел қаттатқызып, хатты арасына қоса орап, сандыққа салдырып тастады. Бас киімі мен алтынды бөлек сақтатқызды. Қыз әкесіне ашуланып жүріп айтқанда бірдеңені сезгендей болып айтып еді. Сол күннен бастап оның бойына бала бітті. 9 ай, 9 күн өткенде бір ұл туды. Оның пішіні әкесі Хасан Бәдретдиннен айырып алғысыз еді. Баланың атын Ғажап қойып, бағушы әйелге тапсырды. 7 жасқа жеткенде мектепке берді. 4 жыл мектепте оқып, балалармен араласып өсті. Ол балалармен ұрысып, тілдеп, қиратып сабаушы еді. Қарсы келген балаға, мен Мысыр патшасының уәзірінің баласымын. Сендер маған қалай қарсы келесіңдер дер еді. Мазасы кеткен балалар кеңесіп, осыны мектептен қуайық десті. Бір күні мектепке келгенде, Ғажап, осы сенің әкеңнің аты кім? Деді бір бала. Әкем Шамшиддин. Әкеңнің атын білмейтін қандай сорлысың? Шамшиддин шешеңнің әкесі емес пе? Жоқ, әкем Шамшиддин. Шешеңнің аты кім? Саттал Хусни. Болмаса сенің әкең жоқ. Саттал Хусни Шамшиддиннің қызы. Қызын әкесі алама, шатып тұрғаның не? Десті. Балалар бөлек шығып бір жерге жиылды да, біздің қатарымызға әкесін білмеген кісі келмесін деп Ғажапты ойнатпай қойды. Әкесіз балаға ойын не керек деп балалар күлді. Ғажап ызаланып жылады. Мектептегі оқытушыдан, менің әкем Шамшиддин емес пе деп сұрады. Ол, шынында әкеңді білмеймін балам, сені туған Саттал Хусни Шамшиддиннің қызы деді. Ол қалай деді таңырқаған бала. Қалайын қайдан балам, патша қаһар етіп, шешеңді Ағдап деген құлына берген. Сол күні жын жатқан дейме, пері жатқан дейме, бір уақиға болыпты. Анығын адам біліп болмайды. Шешең білмесе, деді өткен уақиғаны шала шарпы құлағы шалған кәрі молда. Бала оны есткен соң жылап үйіне қайтты. Шешесіне келіп, менің әкем кім деді. Әкең Шамшиддин. Ол сенің әкең, менің бабам, ал менің әкем қайда? Шешесі састы. Қай-қайдағы көрген түстей уақиға дауылдай қозғалып, алай-түлей болды. Ізім ғайым дерегі жоқ біреуді атаған мен, бала қанағаттанбады.
Өзі байдың тақсіретін тартып, тұл қалған жас қатын бүйірін таянды да, баланы құшақтап, сұңқылдап жоқтай берді. Быт-шыт болған қиялым, түйе басқан тегештей, қайда кеттің шырағым, көзге түскен елестей. Қу төсектің қызығы, иесімен аңладым, қу түзені құшақтап, ыңыр сумен қалғаным. Қайтармысың қалаға, шипа болып жараға, қуаныш боп балаға, бала жатса арада деп, қыз солқ-солқ жылады. Байқаусызда үстіне келіп қалған әкесі шошып кетті. Қызының неге жылап отырғанын сұрады. Ол, жыламай қайтейін әке, мына балаңды мектептегі балалар мазақ қылыпты. Әкең жоқ, ойнама депті. Соған ызаланып, жылаған баланың зары ішімді өртеді. Жұдырықтай бала әкесін іздеп зар қағат. Бұған жыламағанда не шара деп, көз жасы тағы шұбыра берді. Уәзірде көңілі босап, көзін шылады. Патшаның алдына барды да, барлық жайды түсіндірді. Дал болып, есі шығып келген уәзіріне рақымы түсті патшаның. Бар, балаңды ізде, тауып қайтқаныңша рұқсат еттім деді. Уәзір патшаға алғыс айтып, баласы Ғажапты алып сапарға шықты. 3 күн жүріп, Тамшық қаласына келді. Қаланың түрлі-түрлі ағашы жайқалып, тәтті жемістері пісіп, өте көркемденген күндерінің мезгілі екен. Алақанын гүл жазып, сұңқылдаған бұлбұлы, гүлге қонып сандуғаш, көктен құйып күн нұры. Майда жібек соққан жел, көлді желпіп шалқытып, аңқып шыққан хош иіс, бойды еріте балқытып, деп ақындар өлең айтты. Тамшықтың сол көрікті жерінің бірі Хаспа деген алаңға қосын тіккізіп, уәзір 2 күн сонда дем алмақ болды. Жігіт желеңдері киініп, базардан керек жарағын алмаққа шықты. Бірнеше нөкерімен Ғажап та базарға шықты. Ол аралап отырып, әкесі Хасан Бәдреддин тұрған асханаға келді. Ас пісіріп тұрған әкесі, баласы Ғажапқа көзі түсіп, ішіне бір түрлі от түскендей болды. Еріксіз ыстық жас көзінен мөлдіреп шығып кетті. Қадалған жасты көзді қанша аударайын десе де ерік бермеді. Мырза, ішке кір, біз сияқты ғарып кісінің асханасынан дәм тат, деді есік алдына келген балаға. Ұлы кісі иіліп, уплет болса кетейге, тауға көңілі бір шығып, көп жасаңыз демей ме деп жалынышты ғазал оқыды. Бұл кісінің ауазы баланы да еріксіз елжіретті. Жанына еріп жүрген жігітке, ішке кірелік, мына кісіге менің айрықша рақымым түсіп тұр, деді бала. Бұл кісі де, деді бала, маған ұқсап, баласынан айырылған біреу болар. Жабыққан көңілін аз отырып, сөйлесіп, көтеріп қайталық. Мұның дұғасы себеп болып, мен әкемді тауып алармын. Сен Мысыр патшасының уәзірінің баласысың. Саған асханаға кіріп тамақ ішіп, жай біреумен сөйлесіп отырғаның лайық емес. Ел көрсе, сүйегі төмендермен бірге отыр деп күледі. Бала жігіттің тілін алып, шығып кете беріп еді. Ей, жүрегімді жібіткен бала, сен мен сияқты бір кәріпке бір-екі ауыз сөзіңді қимайсың ба, деді. Бала аяғын ілгері басалмай, жанындағы тоқтау салып тұрған жігітіне қарап, махаббат жанып жүректе, сыртқа жалын шықпайды. Күймегенге ол керек пе? Ол сезбейді, ұқпайды, деді. Бала бұрылып асханаға кірді. Хасан Бәдреддин іші бауыры елжіреп, құшақтап сүйгісі де келді. Бірақ дәрежесі жоғары уәзірдің баласы болғандықтан қол созуға батпады. Жоғары төсек салып, арнаулы тамақ пісірді. Әзірленген асты бірге жеуге шақырды бала аспазды. Ол бірге жеуге именіп, қолын соза алмады. Тағы да асқа шақырып, отырыңыз ата, сіздей кісімен бірге болғаным үшін менің іздегенім табылар. Кәріптің дұғасы қабыл деген, деді бала. Хасан Бәдреддин көзіне жасын іркіп, қарғадай басыңнан саған түскен қандай зарет, деді аспаз. Мен, деді бала, әкесінен айырылған кісімін. Ол шешеммен бір түн жолдас болып жоғалған. Мен сонан туған баламын. Енді бабамды ертіп, әкемді іздеп Қойғап тауына шейін барам. Оны естіп, аспаз көз жасын төгіп жіберді. Бірақ басынан өткен уақиғасын айта алмады. Ғажап асын ішіп болып, қош айтып шығып кетті. Олар шығып кеткен соң, Хасан Бәдреддин жүрегін суырып, бірге алып кеткендей сабыр етіп тұра алмады. Ісін тастап, баланың артынан жүгірді. Артынан еріп келе жатқан аспазды көріп, қасындағы жігіт, неге еріп келесің, деді. Оған аспаз, бір жерде жұмысым бар еді, соған бара жатырмын, деді, айбатынан именіп.
Бала да оның бірге жүргенін тәуір көріп, нең бар онда, барсын жұмысына деп кете берді. Олар қосына жақындап қалғанда, аспаздың қалмайтынын көрген жігіт қайырылып, аспазды қамшымен тартып жіберді. Басы қып-қызыл қанға батып, есінен танып жығылды аспаз. Ол уақытта Ғажап қосына кіріп кеткен еді. Жігіттің не істегенін білмей де қалды. Хасан Бәдіриддин есін жиып, сәлдесін жыртып басын байлады. Қайтып асханасына келе жатып, Басрада қалған шешесін, өткен өмірін ойға түсіріп қамықты. Жылап отырып мына бәйтті айтты. Түнге қосып зарлаған, бұл ғаріптің ғазалы, түнге түнді жалғаған, сарғыш тартып ажары. Анам қайда, жар қайда, мендегі өмір ме, Әзірейіл сен қайда, әкет мені өлімге деді. Уәзір Дамшықта 3 күн тұрып, 4-ші күні Басраға жол шекті. Бірнеше күн жол жүріп Басраға келді. Басраның сұлтанына барып, мән жайын түсіндірді. Інісі Нуриддиннің әл жайын сұрады. Сұлтан, осыдан 15 жыл бұрын ол кісі қаза тапты. Ол менің жақсы көретін уәзірім еді. Оның баласы да болды. Ол 3-ті-күйлі бір түнде жоғалып кеткен. Онан қалған бір кемпір бар. Осы қалада. Олар туралы бір қатар қата жұмыстарда істедім. Ғапу етіңіз деп, сұлтан өткен әңгіменің бәрін айтты. Шамшиддин кемпірді көруге сұлтаннан көмек алып іздеді. Ол жоғалып кеткен жалғыз баласының моласы деп бір там салдырып, соның ішінде жататын еді. Уәзір моланың алдына барғанда, гүлі түскен басынан, мен бір тікен сояуы, боз үнгендей боздатып, неге мені қояды? Баласы жоқ аналар, бақшасы жоқ бұлбұл ғой. Бар баламнан айырылып, мен де сондай болдым ғой деп, қабірді құшақтап жатыр еді. Шамшиддин молаға кіріп, жылап жатқан кемпірге сәлем берді. Мен ерің Нуриддиннің туысымын. Аруақ болып, орныңда қалған сені іздеп, Мысырдан келдім. Көтер басыңды, көрселік деді. Зарына ортақ сияқты қалтыраған дауыспен уәзір. Селк етіп, басын қабірден көтеріп көрісті кемпір. Уәзір бастан өткен барлық уақиғаларды сөйлеп, Хасан Бәдіриддиннің көрген түстей Мысырға барғанын, қызымен бір түн жатқанын, онан қалған баланың ер жеткенін, оны ертіп, мұнда келгенін айтты. Оны есткен кемпір өлгені тіріліп, өшкені жанып қуанғаннан тағы жылады. Баласы қайда кетсе де, тірі хабарын алып, кемпір моладан шығып, Шамшиддиннің аяғына жығылып, қолын сүйіп құрмет көрсетті. Терісін сойып қаптап салғандай, күйеуіме аумай ұқсайды екен, деді ол қайнағасын көріп. Кемпір баласының қабірі деп көп жыл бойы құшақтаған молаға қарап тұрып, мүрде толған жан едім, иді тәңір анаңды. Жыл ғұсындай бір дауыс берді игі хабарды. Шөлде қалып шектім ақты бүгін бұлағым. Бір жақсы күй жан сүйген, сезді бүгін құлағым. Шамшиддин кемпірді үйіне апарып, немересі Ғажапты алдына келді. Оны құшақтап сүйіп, жылап мауқын басты. Кемпірдің дүниесін түйеге артып, Мысырға қарай қайтадан жол тартты. Уәзір Басра сұлтанның алдына барып, кететінін айтып, қош айтысты. Басра сұлтаны уәзірден Мысыр патшасына сыйлық сауқаттар жіберді. Шамшиддин Басрадан шығып, Дамшыққа қайта келді. Осы қалада бір жеті тұрып, патшаға сыйлыққа лайық асыл дүниелер алмақ болды. Ғажап жігітін жанына ертіп, базарды аралауға шықты. Сен әнеугі бір мүсәпірді ренжітіп кетіп ең, соған барып, жақсы сөз айтып, көңілін жұбатайық, дуасы тиер деді қасындағы жігітіне. Жігіт те дұрыс көріп, аспаздың алдына келді бұлар. Аспаз артықша қуанышпен қарсы алды. Шекесіндегі жараның орнын көрді Ғажап. Оның көрген жәбіріне айрықша аянышы келді. Бірақ сыпайылықтың салтымен еш нәрсе айтып, сыртына шығарған жоқ. Аспаз балаға арнап хасып даярлады. Ғажап жігітімен жеп отырып, аспаздың басына түскен жарадан ұялды. Оның ойында, көрсем күйем басыңдағы жараны, қандай жансың күнге түскен қаралы. Бар жүзіңде жанып тұрған жұмбақ сыр, шарпу түйіп, неге жүрек жанады деді ішінен. Терең ойға кіріп, тамақты есінен шығарған балаға, жаным, өткен жолы артыңызға еріп, әдепсіздік істедім. Оны мен істейін дегенім жоқ еді. Еріксіз кетіп қалғанымды өзімде сезбедім. Ол күнәма ғапулық сұранам. Енді алдыңызға қойған асты жеп, мендей бір кәріпті қуантыңыз деді аспаз. Сіз енді бізге еріп,
ұят істемейтін болыңыз. Егер олай істесеңіз, қайтып сіздің асханаңызға келмеймін. Егер сабырлы болып, сыпайылықтың шартын орындасаңыз, неше күн осы қалада болсам да, күн сайын келіп тұрам, асыңызды да ішем, деді бала. Отырып ас жеді. Аспаздың көзі балаға қадалып айырылмады. Бала әзілге араластырып, сіз маған ашық болған кісіше қарайсыз, деді. Оны есткен аспаз көзінің жасын төгіп жіберіп, сенен айырған көзімді қоятын орын таба алмағандаймын. Жүзіңдегі мен үшін тұрған махаббат жұтып таусқысыз мұхиттың суындай. Ол әдепсіздіктен емес, аталық мейірімім сияқты. Сені көрсем қуанамын, көре алмасам мұңаямын. Көмген жерге жақын өтсең, қабірден қол шығарамын, деген зарлы ғазалды оқыды. Ғажап асты ішіп, қосына келді. Кәрі шешесі ас әзірлеп қойып еді. Қарағым, сен үшін ғасып пісірдім. Мұндай ғасыпты Басрада тек қана мен істеймін. Бұрын ешбір жерден жемеген боларсың. Жігітіңмен отырып жей ғой, деді. Буын бұрқыратып аста келіп. Ғажап шетінен аздап ауыз тиді де, ана, артықша мақтанып сөйледіңіз. Осы қалада біз барып жүрген бір аспаз бар. Сол бүгін бізге ғасып пісіріп берді. Оның дәмі сіздікінен артық, деді. Олай болмас, қалқам. Мұндай асты пісіруді тек қана сенің әкең Хасан Бәдретдин білуші еді. Ол жас күнінде менен үйренген. Басқа ешкім білмейді, деді қарт анасы. Бала дәмділігін дәлелдеп бір сөз айтты. Кемпір бұл сөзді естіп, түсі бұзылып, ашу кернеді. Қасына ерген жігітке қарап, сен неге аспаздан тамақ ішкізесің, деді. Әңгімені осы араға тіреп, Шахаризада тоқтатты. 25-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам! Кемпір ашуланып жігітке, неге аспаздан тамақ ішкізесің, деп жекіді. Жігіт қорқып, өтірік айтқысы келді. Ол, ана, біз аспазға кіріп тамақ ішкеніміз жоқ, тек жанынан өттік. Сонда пісіріліп жатқан хасыпты көріп, ғажап сізге ойнап айтып отыр, деді. Оған ғажап, ана, олай емес, біз аспазға кірдік, хасыбын жедік. Сіздің мына пісірген хасыбыңызға ұқсайды, бірақ ол сіздің хасыбыңыздан дәмді, деді. Кемпір ашуланып, Шамшиддиннің алдына кіріп, барлық болған істі, ғажаптың базарға барғанын, аспаздан ас ішкенін білдірді. Бұл масқаралық, сіздің балаңыз жай кісі сияқты көшедегі аспазға кіріп тамақ ішіпті. Көрген ел бір қара халықтың баласы деп күледі. Оны ертіп барған жігіт айыпты. Сыпайылықтың сүйегіне таңба салғандай болды, деп долданды кемпір. Уәзір жігітті шақырып, неге аспаздан тамақ ішкіздің, деп ақырды. Жігіт қорқып тағы жасырды. Ғажап өтірік айтады, тақсыр. Біз аспазға кіріп тамақ ішкеніміз жоқ, деп танды жігіт. Ғажапты шақырып тағы сұрады уәзір. Ғажап, бардық ата, тамағын ішкеніміз де, онымен бірге отырып сөйлескеніміз де рас. Оның тамағы анамның тамағынан дәмді екені де рас, деді. Уәзірдің ашуы бұрынғысынан да өршелене түсті. Жігіттен қайта сұрап еді, ол айтқан өтірігін қайталап соқты. Олай болса, деді уәзір, отырып бізбен тамақ же. Жігіт отырып тамақ жеді. Бірақ аспаздан тойып шыққан қарынға 2-3 асағаннан артық тамақ бармады. Оны көріп уәзір, сенің тамақ жегенің рас, маған өтірік айтқаның үшін жаза беріледі, деп жігіттерін шақырып, ғажапты базарға апарған жігітті біраз таяқтатып алды. Айт шыныңды, деді уәзір жігітке. Енді айтпаса, істің ұлғаятынына көзі жеткен жігіт, аспазға барғанымыз рас, онан тамақ та жедік. Тамағы осы тамақтан әлде қайда дәмді, тақсыр. Оны жасырып сізден таяқ жеп отырған мен бір сорлы, деп ренжіді жігіт. Оны есткен кемпір тағы ашулана түсті. Мен істеген хасыптан артық хасып болады деген өтірігін шығарайын дегендей, уәзірден қысылып отырған жігітке жарты ділда беріп, бар, сол аспазыңа жарты ділдаға жеген хасыбыңнан алып кел, көрсін мына атасы, деді. Жігіт аспазға барып, мен сенің берген хасыбыңнан бәлеге қалдым. Тап сондай қылып, жарты ділдаға қожайынның үйіне хасып пісіріп бер. Мен апарып дәмділігін көрсететін болайын. Тіпті бізге бергеніңнен дәмді пісір. Өзі пісірген хасыбына мақтанып жүрген кемпірдің масқарасы шықсын, деді. Аспаз пісіріп жатып, мұндай дәмді хасыпты тек Басрада менің анамнан, өзімнен басқа кісі пісіре алмаушы еді. Жас кезімде анамның қасында көп айналып, осындай хасып пісіруді үйреніп едім. Сен қорықпа, мен пісірген хасыптан ешкім асып, хасып пісіре алмайды. Менің анам мұнда қайдан келсін? Ол көз жетіп, құлақ естпейтін алыста қалған ғой, деп қамықты аспаз. Жігіт піскен асты алып қосқа барды.
Кемпір жабулы тамақты ашып, асты көрді де жылай берді. Ол жылап қойған соң есінен танып құлады. Уәзір сасып, кемпірдің бетіне су септі. «Бұл ас», деді есін жиған кемпір. «Баламның тіршілігіне анық көзім жетсе, сол пісірді деп айтар едім. Мұндай қылып, сол екеумізден басқа кісі пісіріп көрген жоқ. Енді Дамшықтың бір кембағал аспазын менің балам деп қалай айта алармын? Бірақ», деді кемпір, «сіз осы аспазды тексеріңіз. Түбінде бір ғаріптікке ұшырап келіп жүрген Хасан Бәдреддин болмасын». Уәзір қобалжып ойға түсті. «Егер», деді ол ішінен, «аспазды шақыртып алып, оны танып алып кетсем, ел уәзірдің қызын жан алмаған соң, бір аспазды бай қылғалы таныдым деп алып кетті дер. Танымаған күнде аспаз уәзір ұлықтығын көрсетіп, мен әуре қылды дер. Сондықтан аспазды Мысырға алып кетейін. Қай уақытта да Хасан Бәдреддиннің шындығын сонда қалған киімдері ашады деп ойлады. Сөйтіп 20 жігітін шақыртып бұйрық берді. «Сіздер Дамшықтың сұлтанына мына хатты апарып, аспазды ұстап әкеліңдер, бірақ ұрып соғып жәбір көрсетпе», деді. Ол хатта мынадай сөз бар еді: «Дамшықтың сұлтаны, мен Мысыр патшасының уәзірі болам. Бір құлым қашып, соны іздеп жүргеніме көп күн болып еді. Басыраға барып таппай келіп едім. Соны сіздің қалада аспаз болып тұрған жерінен таныдым. Осы жіберген жігіттерден қалдырмай ұстап беруіңізді сұраймын. Мысыр патшасының бас уәзірі Шәмшиддин». Хатты алып жігіттер сұлтанға барды. Сұлтан оқып көріп, «Бұл заманның құлы қашаған келетіні анық. Уәзір тақсырым таныса, кімде болса ұстап әкете беріңдер. Менің ешбір қарсылығым жоқ», деді. Жігіттер барды. Оның жылау зарына қарамады. Ұстаған жерінде тұтқын есебінде уәзірдің қасына әкелді. Уәзірдің алдына тізе бүгіп, жасын көл қылып жылады аспаз. «Тақсыр, менің қандай күнәм болды? Өмірімнің ішінде ешбір кісіге қиянатым болмаған жан едім», деді. «Сен хасыпты жақсы пісірмепсің», деді уәзір. «Олай болса», деді аспаз, «маған неден жаман піскенін, несі кем екенін көрсетіп жазғырсаңыз екен. Оны тексеріп отыруға менің уақытым жоқ. Бір жола Мысырға апарып, тиісті жазаңды берем», деді. Қосты жықтырып, түйеге теңдеп жүріп кетті уәзір. Хасан Бәдреддинді сандыққа салғызып, түйеге артқызды. Мысырға жақындаған соң, Хасан Бәдреддинге ішкен асына дәрі қосып беріп, ұйықтатып, түнделетіп қалаға кірді. Уәзір өз сарайына түсіп, бітіріп қайтқан істерін қызы мен қатынына баяндады. Қызына аспазда кім екенін анықтау үшін мынадай істер істе деп тапсырды. «Баяғы күйеуге кездескен түнгі төсегіңді сал да, сандықтағы киімдерді алып орнына қой. Мына алып келген аспазды сонда кіргізіп, есін жиғызайық. Егер сол түнді есіне түсіре алса, күйеуің осы болғаны. Бөтен болса, тиісті шарасын таба салармыз», деді. Айтқан іс орындалып, бірнеше кісі аспаздың кім болып шығуын көзімен көргелі есікте тұрды. Хасан Бәдреддин үйге кіргізілді. Ес кіргізетін дәрес кетіп ұйқыдан тұрды. Басын көтеріп жан-жағына қаранады. Кәдімгі бала күнде бір көрген отау үйі сияқты үйде отырғанын байқады. Қыз ұйықтап жатыр, шешкен киімі жанында. Төсекте, шымылдықта түк өзгеріс жоқ. Киімдерін ақтарып ақшасын қарады, ол да түгел, орнында тұр. Әкесінің жазып берген хатын қарады, салған жерінен қозғалмаған. «Астапыралда», деді ол, қауқиған сақалын сипап. Оның даусынан шошып кеткен кісі болып қыз оянды. «Кел жаным, орныңа жатсаңшы, саған не болды?» деді қыз. Хасан Бәдреддин мең-зең болып не дерін білмеді. Қыз қайталап, «Түс көріп шошып ояндың ба?» деді. «Қалай екенін білмей отырмын», деді күлімсіреп аспаз. «Не болды?» деді қыз. «Жаңа жаттың, шешкен киімдерің мынау тұр, қасыңда мен жатырмын. Неге таңырқанасың? Ұйықтап тұрғанға өзгеріп қалдым дейсің бе?» «Әрине өзгердім», деді ол. «Мен бұл төсекке жатқанда жас жігіт едім. Енді сақалдың шыққаны мынау. Одан бері әлде неше жыл өтті. Дамшықта аспаз болдым. Онда маған үлкен оқиға кездесті. Мысырдың уәзіріне тамақ пісіріп берем деп жазғырылып, сандыққа салып еліне әкетіп еді. Мысырға барып өлім жазасын тартпақ едім. Мен уәзірдің баласын көріп, не екені белгісіз, оны бір түрлі тәуір көрушілік пайда болды. Сол өмірдің бәрін көрген түс дейін десем, етіме түскен жараның орны, шыққан сақал өмірдің өткенін дәлелдейді.
өңім екендейін десем, салған төсек, шешкен киім, қосылған сен сол қалпымен бірнеше жылдар бойы қозғалмай орнында тұруына тағы күмәндімін. Оның бәрі көрген түсің болуы керек. Сенің еш өзгерісің жоқ маған, деді қыз. Төс болғаны ма шынымен, деп күрсінді. Сыртта тұрған бақылаушы кісілер қызға қосылған жігіт осы екеніне шексіз сенді. Неше жыл жалғыз баласын жоғалтқан кемпір балапанына қанатын жайған құстай баласына құшағын жайды. Аналық, балалық мейірім еріксіз танытып, жүрегі елжіреген бала әкесінің етегіне оралды. Айтып тауысқысыз қызық қосылысқан кешіне неше жылдар бойы зарыққан Саттал Хусни бүгін тауып жолықты. Жоқ кісісі табылып, қуанышқа кенелген Шамшиддин барлық жағдайды Мысырдың патшасына айтып, уақиға әңгіме болып жазылып, қазынаға сақталды деп Жақпар уәзір сөзін аяқтады. Бұл сөзді жақсы тыңдаған Харун Рашид халифа құлдың қанын кешті. «Ей, ұлы бақытты патшам», деді Шахаризада. «Дүниеде уақиға бола береді. Тағы бір әңгіме ойыма түсті. Ол шын Машын қаласындағы тігіншінің әңгімесі еді. Ол өте қызық, бірақ көпке созылып кетіп, сізді жалықтырып алмасам?» «Қызық болса соны айт», деді Шахрабас. «Жақсы әңгіме кісіні жалықтырмайды».